Көксидің бір порциясы кем дегенде 1800 теңге тұрады. Дәл осы көксиді отбасыңызға дәмді, тойымды етіп жасап беріңіздер. Бірінші етті маринадтаймыз. Тұз, сарымсақ, соевый соус салып, жақсылап араластырып, дайындап қоямыз жарты сағатқа. Содан соң жұмыртқаға тұз салып, жақсылап араластырып, блиницада жұқа етіп, екі бетін қызартып пісіріп аласыздар. Көп, аз етіп өзіңіздің отбасыңызға қарай пісірсеңіздер болады. Мен 4 жұмыртқадан пісіріп, осылай кесіп дайындап қойдым. Енді салатын жасайтын боламыз. Қырыққабат және де қиярға тұз, және де укроп, сарымсақ, паприканы салып, жақсылап араластырып, бұны да қойып қойсаңыздар, дәмі сіңіп, әдемі болып тұрады. Оған дейін біз қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, жаңағы маринадталған етімізді сөлі шыққанша, қызыл болғанша қуырып аламыз. Міне өзінің сөлі шығады, сол кезде қақпағын жауып, баяу отта 15 минутта пісіріп аласыздар. Қайнап тұрған суға көксидің қамырын салып, дәміне қарай тұз салып, пісіріп аласыздар. Енді сорпасын дайындайтын боламыз. Бізге сорпасына қайнап тұрған су, соевый соус, қант, тұз және де уксус саламыз. Қалауыңыз бойынша укроп салсаңыздар болады. Егер салқын көксек қаласаңыздар, салқын сумен жасасаңыздар болады. Мен қамырымызды салып, үстіне ет, жаңағы дайындап алған салаттарымызды, жұмыртқа, қызанақ барлығын саласыздар. Үстінен жаңағы сорпасын құясыздар. Міне біздің өте дәмді көксиімізді міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы видеоны көксе жегісі келіп жүрген достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.